бізде жимай. Яғни ол махражы қай жерде орналасқан? Бірінші махражды түсініп кетейік. Махраж деген қарапайым тілмен айтқанда әріп шығатын орны. Не арқылы шығарамыз? Тамақты қысамыз ба біз? Ерінді яғни қолданамыз ба? Немесе мұрынмен яғни дыбыстаймыз ба? Бұл бәрі махражға байланысты. Жим бізде махраж қай жерде орналасқан? Жа деп көрейікші. Не істеп жатсыз? Не? Если бізде тіл қозғалып тұрма, значит ол тіл махраж деп айтамыз. Қараңыз, со дейікші. Тіл жұмыс жасап тұр, болды. Қо. Тіл жұмыс жасап тұр. Ол тіл махраж. Мысалы, қараңыз, кә дейікші. Ол бізде не махраж? Тіл махраж болады. Мысалы, тә. Тіл махраж. Жа. Қолдан тұрсыз тілді. Қараңыз, мысалы, ха дейікші. Тіл қолданбаймыз. Ол тамақ махраж. Жа. Не істеп жатсыз? Тіл махраж. Тіл қай жерде? Тілдің ортасын, қандай ортасына тигізу арқылы болды. Қараңыз. Жа. Енді жа деген кезде уже естественно ол не бізде? Истифада. Яғни жіңішке. Жа, жи, жу. Истифада. Сосын жақыр. Ол жария. Бізге ауа керек емес қой. Әч деп ауа шығармаймыз. Значит ол жақыр. Жария ол. Оған ауа керек емес. Келесі бізде шиді тұншығы бар ғой. Қараңыз. Тіл махраж толық жабылады. Тіл немесе ерін толық жабылады. Мысалы қараңыз. Аш дейікші. Тіл тиіп жатыр ма таңдайға? Жоқ. Ол өзі махражынан әлсіз әріп болып тұр. Әд деген кезде дыбыс тоқтап қалды ғой. Тұншығы бар ма? Енді жақсы. Біз мысалы тұншықтық. Енді түн шыққаннан кейін біз соны дыбысты шығару керекпіз ғой ары қарай. Әдемі қылып өзі ақысын беру керекпіз. Қалай ақысын береміз? Ақысын кіреміз, сосын қал-қала қылып шығарамыз. Жібереміз оны дыбысты. Одан кейін дыбыс қасады. Әжі. Не істейміз? Сонда енді бізде қандай сипаттар? Истифаля, жақыр, шида, қал-қала. Жалпы қосымша тағы да сипаты бар, оны алды уақыт өтеміз. Инфитах, яғни, алейкум салям, апа кіреберіңіз. Инфитах, яғни, қысымы жоқ. Мен отырмын, яғни мен Хафиз апамның орны еді ғой. Сен апам орны ала деме. Мен апам орны. Яғни, ол апам орны, шеге емен шығады. Қалайсың, жаным? Сен залқы келмегенде бар ғой,